Сәлем достар, сіздермен бірге тоқушы фея. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі повязка тоқуды үйрететін боламын. Осындай классический узорда. Осындай және де мынандай сіздер объемный гүлді тоқығыларыңыз келсе, ол менің каналымда бар, көрсеңіздер болады. Осы видеоның астына ссылкасын тастап кететін боламын. Ал ендеше бізге осындай хлопок жіп керек, 50% хлоп, 50% акрил. Мен осындай 5,5 крючокпен тоқыдым. Бұл нені және де бізге метр керек болады баланың басын өлшеу үшін. Ал ендеше окружность голованың сантиметрін білуіміз керек, соған қарай қанша петля аламыз. Мысалы, мен қызымның басының өлшемі 53 сантиметр болды. Мен оны воздушный петля воздушный петля 9 сантиметр 9-8 сантиметр шығады. И 53-ті мен 9 сантиметрге бөлемін, сонда менде 5,8 или болмаса 6 деп аламын. Егер жаңа 10 петляға көбейтетін болсам, 60 немесе 58 воздушный петля болады. Бірақ осылай тоққанның өзінде мен қызымның басын сәл кішкене қысып қалды, сондықтан тоқыған кезде бұл узор кішкене тартылады екен, сондықтан да 5-6 воздушный петля артық алып тоқсаңыздар дәл келеді басына. Осындай воздушный петля тоқып аламыз. Мен қазір көрсететін боламын. 10 воздушный петля 9 сантиметр шығады. Тартқан кезде ол қатты тартпай, немесе жай тартып өлшеңіздер, соған қарай қанша воздушный петля алу керек екенін білетін боласыздар. Ал ендеше осындай воздушный петля тоқып аламыз. Мен осындай жіппен тоқыдым. Жаңа айтып өткенімде 50% акрил, 50% хлопок деген хлопок. Крючок номері 5,5 крючокпен тоқыдым. Осындай воздушный петля тоқып аламыз да. Мен 59 воздушный петля тоқыдым. Біреуі тоқыған кезде азаяды. Бастаған кезде бір воздушный петля тоқылған кезде азаяды бір воздушный петляға. Үстіп соединительный с накидамен тоқып шығамыз. Екінші қатарды осылай соединительный с накида тоқимыз. Жаңа косичканың артқы бөлімінен тоқитын боламыз. Осы қатарды дәл осылай барлығын тоқып шығамыз өзіміз. Міне тоқып шықтым. Енді бір воздушный петля аламыз. Сосын артқы стенкасынан соединительный тоқитын боламыз. Барлығын осылай соединительный тоқып шығамыз. Үшінші қатарда соединительный тоқып шығамыз.
соңына дейін тоқып шығайық. Соңына дейін тоқыдық, бір воздушный петля қалды. Ол кезде екі стенкасын бірге қосып алып тоқимыз, ең соңғысын. Потому что бұл жаңағы формасын сақтап тұру үшін. Енді қайтадан біз накидамен соединительный тоқимыз. Осылай кезек тоқимыз. Бір қатар соединительный с накида, бір қатар жай ғана соединительный тоқимыз. Осылай через тоқып шығамыз. Осылай өздеріңізге қаншалықты қалың жуандықта керек, соған дейін тоқисыздар. Мен осы соединительный с накида тоқыған кезде де ең соңында осылай екі стенкасын алып тоқимыз. Мен тоқып шықтым. Менде 10 косичка шықты. Демек, мен 20 қатар тоқыдым. Ұзындығы өлшемде тура келіп тұр. Бірақ мен бұл жерде жаңағы тігетінін сәл ескермеген екен. Тігетін бастарын біріктіретін боламыз, соған да ескеріңіздер. Қалыңдығы 9 сантиметр шықты ені. Енді осылай осы 4 қабатты осылай біріктіріп тігіп шығамыз. Ешқайсысы қалып кетпеу керек. Сол 4 қатардың барлығын инемізге іліп тоқимыз. Осылай қалған жіпті ары-бері жүргізіп, жасырып қоятын боламыз. Жақсылап, мықтылап ары-бері жүргіземіз. Шығып, босап кетпеу үшін. Осылай қайшымен қайып тастаймыз. Осыны дәл солай жасайсыздар. Міне бізде басқа тағатын повязкамыз дайын болды. Сонымен достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау бол. Пока-пока.